Жел, тектор, армысыздар оқушылар? Еркін тұр. Сіз бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Бұл мамандыққа бала кезімнен арманым болатын, әскери шен алу, генерал атағына дейін жету. Бірақ мектеп бітіргеннен кейін Украинада Череповец инженерлік институтына тапсырған болатын документ. Ол жерде бір орынға 10 адам болып, отбордан балым жетпей, сосын әскер қатарына алындым 91 жылы. Сіз сияқты мықты маман болу үшін жас өрендерде қандай қасиет болу керек? Атақты қолбасшымыз Бауыржан Момышұлы айтқан ғой, адам болу қасиет, азамат болу міндет, патриот болу парыз деп. Мен ойлаймын, әрбір өсіп келе жатқан ер жігіттің бойында патриоттық сезімі, отан үшін отқа түсіп күймейсің деген сияқты мінез қалып, және осындай жігерлік өзің бойында қалыптасу керек деп ойлаймын. Жас ұландарға айтар тілегіңіз? Қазақстан Республикасының жоғары бас қолбасшы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қазіргі жүргізіп жатқан саясатында негізі ол мектеп қабырғасынан бастап жас сарбаз қозғалысы өркендеп дамып келе жатыр, саны артып, әрбір мектеп қабырғасында осындай жас сарбаз сыныптары ашылып, келешекте сол өсіп жатқан жас сарбаздарымыз отан алдындағы өз борыштарын адалдықпен орындайды деген ниеттемін.